Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге Сманова Меруерт YouTube арнасы. Бүгін мен сіздерге ерекше құрақ үлгісін тігіп көрсетемін. Бұл құрағымыз біздің өз матаның әдетте дәл өстіп бұрышын шығарып алатынбыз. Өздеріңіз видеомды көрген болсаңыздар білесіздер. Дәл осылай бұрышын шығарып, содан кейін барып ортасына 4 бұрышты матамызды қойып тігетін едік. Бұл жолы бұл құрақты мына шеттен бастайтын боламыз. Шеті осы бұрыш болады. Дәл осыдан қандай құрақ тігетінді көретін боласыздар. Көрмес бұрын менің атыма міндетті түрде жазылып алыңыздар. Пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Қасында тұрған қоңыраушаны да баса кетіңіздер. Ал енді сіздерге мен тігу жолын көрсететін боламын. Бисмиллахиррахманиррахим. Келесі жолы сіздер менен қандай құрақ үлгісін көргілеріңіз келеді, оны да жаза кетіңіздер. Дәл осылай шетіне қойып үлгімізді тіге бастаймыз. Бұл құрақты тігу үшін жібімізді кесіп отырамыз. Дәл осылай тігіп алдық. Келесі кезек басқа құрақ үлгісін тігеміз. Мына жерде менің матам кішкентай болып қалған екен. Бұл жерге біз бұл қиылған маталардан, қиқымдардан тігіліп жатқандықтан ерекше құрақ тігуге болады. Матамызды шетінен жап-жақсы шығаруымыз керек. Бұл құрақ үлгіде. Бұлай ашып алып барып кессеңіздер болады. Келесі жібімізді кесеміз. Көк матамыз тігетін боламыз. Неге аштық, келесін дәл солай кесіп аламыз. Келесі бізде ақ лентамыз тігетін боламыз. Мына жерде дәл осылай кесеміз. Бізде осындай үлгі шықты.
Келесі бізде ақ лентамызды тігеміз. Ең соңғысында біз бана бір бұрышты бастап тіккенбіз, сол бұрышты қойып тігетін боламыз. Міне бізде дәл осындай әдемі құрақ үлгісі шықты. Енді шетін жақсылап айналдырып тігеміз. Бұл шетін біз тікпес бұрын жібімізді кесіп аламыз да. Дәл осы матамыздың артынан бастап тігетін боламыз. Арт жағынан бастап тігеміз. Тура өз матамызбен бірдей болып. Мінекей біз шетін дәл осылай айналдырып тігіп алдық. Енді біз сол тіккен тігісімізден асып кетпей кесіп алатын боламыз. Міне бізде дәл осындай қалдық маталар шықты. Әдемі дәл осындай бізде теп-тегіс құрақ үлгісі. Өте әдемі құрақ үлгісі шықты. Байқасаңыздар, өте әдемі тігу жолы да түп-түзу. Артынан қарасаңыздар, мінекей түп-түзу тігіс. Астындағы бөзіміз біздің қатты сапалы мата. Керемет әдемі үлгі шықты. Дәл осы үлгілерді ою араласқан құрақ көрпешелерге тігуге болады. Мінекей дәл осылай. Бүйтіп, дәл осылай құрақтарымыздың арасына, оюмен араласқан құрақтардың арасына қойып жүрсе, өте әдемі үлгі. Дәл осы құрақтың өлшемдей болды. Керемет әдемі үлгі. Мен сіздерге әрбір видеомда әдемі құрақ шығаруға тырысамын. Келесі жол қандай құрақ көргілеріңіз келеді, оны да комментарийға жаза кетіңіздер. Мен сол үлгіні тігіп шығаруға тырысамын. Ал енді мен сіздермен қоштаспаймын. Сіздермен YouTube арнама міндетті жазылып алыңыздар. Қалдырыңыздар. Алдағы уақытта өте әдемі сапалы құрақ көрпелерді көретін боласыздар.
мінекей өлшемі де бірдей, өте әдемі үлгі. Құрақтың арасына, араласқан құрақтың арасына қойып тігсе өте әдемі құрақ үлгісі шықты.